ағасы Ахметов Мұхтар Оразов Асылбектің торпедасы болып бүкіл шаруаны шешкен. Бол, братан, тауып алдың әкет берем. Маған по-любому Өзбекстанға өту керек. Ары қарай Түркияға ұшып кетемін. Peki Türkçe biliyor musunuz? Evet. Адам түгілі шырынды өткізбей жатыр. Türkiye'nin hangi şehrine gidiyorsunuz? Evet. Evet. Мешітте қала тұрсам бола ма? Қанша бересің? Нағым? Менің көмекшім қаладан келген. Да, іште құман жоқ еді ғой. Қағаз бар екен. Енді бесеу бес түрлі уақыт көрсетіп тұр ғой. Дұрыстап қойдым. Ассаламу алейкум. Жүріңіз ата. Уағалейкум әссалам. Тақия жараса деген ма өзіме? Сен өзі қайдан пайда болдың? Бізді ақымақ көрірсің бе сен? Сенің кім екенін білмей қалады деп ойладың ба? Жұма қабыл болсын. Бүгін среда ғой. Не? Екі күн қапсы ғой. Мынау не түтіне? Дәретхананы аластаған ба? Молдекен қайда жүр екен енді? Бұл кісі де судың ақшасын төлемеп еді, мен енді тығылатын шығарған ба? Молдеке! Оу! Қайдасыз, Молдеке? Ай, не болды та, не болды? Менен тығылатын шығарғансыз ба деп атырым да мен. Ой, апта. Сенен қайда тығылам? Дәретхананың тең жарысын сен алып тұрсың ғой. Тағы келдің бай? Тағы келдім ғой, тағы келдім. Күніне неше келесің ай? Менікі сол баяғы ескі бір ән емес па, Молдеке? Судың ақшасын қашан төлейсің деген ән ғой. Сөзін жазған судың бастығы. Орындап тұрған мен әділ Қайратұлы деп қоясың. Судың ақшасы төленіп қойды деген ән бар еді ғой тағы. Ойбай, соңғы рет төлегеніңізден 4 ай өтіп кеткенде хабарыңыз бар ма өзі сіздің? Ай, қой шырағым. Өткенде ғана төледі ғой 4 ай не? Міне, осылай айтпас үшін қараңыз, мен сол кезде соңғы рет қолыңызды қойып ағам. Қараңыз. Міне, тамыз айында қолыңыз тұр, көрдіңіз ба? Міне, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, қазір желтоқсан жүр. Декабрь желтоқсан дегеніңіз. О, Алла. 4 ай өтіп кеткен бі жында? Өтіп кеткен ғой. Ой, Аллай, Құдай. Уақыт деген не деген жылдама? Кеше ғана төлеген сияқты 4 ай өтіп кетті дейді. Ой, Алла. Ақыр заман жақындағанда уақыттың берекесі кетеді деуші еді. Ілгеріде. Рас екен ғой. Ей, Құдай. Көрдің ба? Уақыт деген адам баласына берілген ең үлкен нығмет. Уақыт пен адам екеуі бір мағыналас келеді. Кейде әлгінде отырып айтамыз ғой дей. Уақыт өлтіріп қайтайық деп. Айтамыз ғой. Сөйтсе адам уақыт демес. Өз өміріне балта шабады екен. Ғұмыр кетіп жатыр екен ғой. Әрбір сәт сұралады екен шырағым. Балиғатқа толғаннан кейін Құдай қанша жас ғұмыр берсе, соның әрбір сәт сұралады. Мынау аяқтар қайда адымдады? Қолың не ұстады, көзің не көрді? Құлақ не тыңдады? Тіл не сайрады? Түгел сұралады дейді. Әрбір сәтіміз үшін сұраламыз. Әрбір сәт сұралады. Әрбір секунд, секундтар түгел сұралады дейді. Неше анау? Андай судың ақшасы. Судың ақшасы да сұралады екен. Онда төлеп тастаған дұрыс шығар, қалай ойлайсың Молдеке? Төлейміз енді. Қашан төлейсіз? Енді шырағым күте тұр. Мешіт деген мемлекет меншік емес қой шырағым. Көпшілігі орнынан бір Құдайға қараған бір пенде келер деп отырмыз ғой шырағым ау. Құдайға қараған бір пенде келсе төлейміз шырағым. Байқаймын өзіңде бір Құдайға қараған пенде сияқтысың шырағым. Ай, Молдеке. Маған бұны айтып қойғансыз ғой сіз. Сіз маған бұны айтып, мен бір айыңыздың ақшасын төлеп қойған жоқ па?
Қалай төлегенімді өзім білмей қалдым ғой. Содан кейін 4 ай өтіп кетті деп тұрсың ғой өзің. Өтіп кетті ғой енді. Енді шырағым ау. Ну, қазір енді ол төлей алмаймын мен. Бала шағамнан артылып отқан жоқ, шыны керек. Осы сіздікін төлеп сап, сосын бала шағама Құдайға қараған пенде іздеп жүрем бе? Ой, Өзіңіз бірдеме қылыңыз болды. төлеймін сен кішкене шыдайды. Сосын да молда екен мен таң қалатынмын да. Ha. Мына мешітте сіз жалғыз өзіңіз жұмыс істейсіз. Ye. Не деген су құртқансыз деймін де. Бір өзіңіз біздің бір больницаның суындай су құртқансыз ғой мына осы еді. Astagfirullah. Bir özüngdeş. Öz сізден басқа ешкім жоқ қой. Şırağım ol, mağan olsun sudun қажеті de жоқ. Үйден дәрет суынды алып келем шырақ. Ары кетсе бір жарты құман су жеткілікті. Шырағым ау. Мынаның бәрі қайда кетіп жатыр сонда? Ой, айнал, көпшілік ор ғой, жамағат бар емес. 5 уақыт намазға келетін жамағат бар. Жұмасына бір жұма намазға келетін жамағат бар. Әрбір жембіде шелбек әкеп Құран оқытатын жамағат бар. Иә. Жүрегінде зәреде иманы бар пенде бұл мешітке басын бір тықпай кетпей шырақ. Солар келем дегенде жылуын қосып, жарығын жағып, жуып, шайып, жағдайын жасап отырасың шырақ. Бәрі жамағатқа кетіп жатыр деп тұрсыз ғой, Көпшілікке кетіп отыр. Енді сол жамағатыңыз сол суды қолдануды біледі екен. Неге соны төлеп кет деп айтпайсың ақшасын? Қой Алла, қойшы. Қалай айтасың ол, қалай айтасың? Қалай айтқаныңыз? Елдің молдалары сияқты айтпайсыз ба? Ой, қойшы. Егерде дейді, кім дейді деп бастап. Судың ақшасын төлеп кетсе дейді, үлкен сауап болады екен деп қоймайсыз ба? Или ана Нұрлан имам сияқты айтып көрсеңші. Нұрлан имам бар ғой? Сол сияқты да бейт. Үйдегі су, мешіттегі су, дикий су, не дикий су. Бәрі бір су жаным, оның ақшасын төлеп жүру керек алтыным деп қоймайсыз ба? Төлейді ғой. Сен дайын имам болыпсың ғой сен. Қайдағы тиктоктан көріп алғандар ғой. Тикток имам болып олсаң болады екен сен. Сосынша мынандай су көп құртпас үшін бар ғой, мен айтайын ба сізге не істеу керек? Не істеу керек? Ограничение қойып қою керек. Не қылып? Шектеу. О қалай тағы? Ол бүйтесіз, мына мысалы бір дәретке қанша мөлшерде су кетеді, соның мөлшерін біліп аласыз да, вот сонда шектеу қоясыз, бітті. Ой Алла, ол әркімнің дәреті әртүрлі ғой. Дәрет алғандарын аңдып отырам ба мен? Енді ограничение деген сол үшін ғой, содан артық қолдануға болмайды деп қоясыз ғой. О қалай болады ол? Ол жақсы. Біз үйде сөйтіп қойып қойғанбыз ғой. Біз бір семья болып қараңызшы, бір күнде біз 7 литр су құртамыз біз. 7 литр? Иә, 7 литр. Ой Алла. Қараңыз, мысалы, біздің үйде бет жуғың келді ма? 350 грамм судан артық суға бет жууға болмайды. Бітті. Үлгермей қалдың ба, сол күні бетің сатпақ болып жүресің. Қолда 250 грамм суға жуамыз біз. Ауызды, мысалы, менің аузымда 32 тісім бар. 200 грамм сумен жууым керек. Кеше кішкентай баламды қарап тексеріп отырмын бүйтіп. Сөйтсем, ол 117 грамм сумен полный аузын шайып алады. О Алла. 24 тісі бар да оның аузында. Каждый тіс отдельно есептейсіңдер ме сонда? Примерно ғой. Мен қалай қылам мұнда? Мешіттің алдына отырып кіріп шыққан адамдардың аузын аңдып отырам ба енді? Жұма күні вообще проблем болады ғой. Қанша ауыз келеді? Қанша тістер бар өзің? Пломбысы бар, протезі бар, олар ма? Оны не істейсің? Протезі не істейсің? О протезге бір 50 грамм деп қоясаңыз, анаусын бір матыр баса болды емес пе ол? Өзің батырып бер деп отпасын да. Ой Алла. Ай сен. Сосын ана суды көп құртатын кім білесіз ба? Ай солардан абайлау керек. Андай бір семіз адамдар болады ғой өмірде, білесіз ба? Болады, Беті жалпақ, қарны шығып кеткен. Аяқ қол жуан, жүргенде арсылдап жүретін. Елестетіп тұрсыз ба? Көріп тұрмын. Вот сондай семіздерге бар ғой, су көп кетеді ғой. Басқа мен жақсы білем ғой ондайды. Ана көршім сондай да мен. Көршім сондай. Көршім сондай семізді. Сосын ана бойы ұзын адамдар болады. Бар. Былай қарасаң арық сияқты, бірақ объем оларда жоғары қарай кетеді да. Вот соларда ана жай адамға қараған кезде олар да көп су құртады. Ой шырағым, онда мен мешіттің алдына салмақ өлшейтін, мен бой өлшейтін қойым керек. Немесе қолыма метр алып жүрем. Сәждеге жатқанда аяқтарын размерін өлшеп.
Ой sen hay qaydan çıkarasın hay. Енді молдеке төлеймай атқасын әйтеуір бір амалын қарастырып көрейік деп атқаным ғой. Төлейmiş. Ай маған салса бар ғой. Менің қолымда тұрған дүние болса бар ғой, осы мешіттен тек ақша алмай-ақ қоятын едім ғой. Ay Xuday. Ha. Ey Köpce Sağır. Ay Köpce Sağır ay. Atana rahmet Köpce Sağır. Köpce Sağır. Yo, менің қолымда болса деп айтып жатырмын ғой, ерте айтып жатсыз рахметті. Менің қолымда емес ол. Ана жаңа бастық келді ғой, білесіз ғой. Сол жаңа бастық айтып жатыр, барып ескертіңдер, кім төлемесе дейді, енді өшіреміз деп жатыр да. Ой жоқ, шырағым. Суды өшірме, шырағым, айт түсіндір. Мен емес қой, бастық қой. Шырағым, ау түсіндір шай. Суды өшірсе дәрет дұрыс болмайды, дәрет дұрыс болмаса намаз дұрыс болмайды, шырағым. Көпшілік орын ғой, бір ауыз айтып көрші. Намазбен қорқытасыз да. Ой, шырағым, айтып көр, шырағым, төлейміз. Мен айтып көремін, бірақ енді сізде төлеп тұстауға отырсыңыз енді. Төлейміз, шырағым. Жарайды, жақсы. Бір ауыз айтып көр, шырағым. Айтам. Хап, Құдай-ай, а. Қалай айтасың енді, бұны қалай жеткізесің? Досым ана, тез кіріп шығайға уақыт жоқ. Дәрет алып, намаз оқып. Болды, как всегда. Қағаз бар ма, қол жүр дедің? Жоқ. Сабын бар ма сен? Жоқ. Как всегда. Сабын қойып қойса болады ғой. Условия жоқ бар ғой. Немен жуамыз қа қолды? Ай, келдіңдер. Ассалаумағалейкум. Молдеке қалайсыз, амансыз ба? Денсаулығыңыз қалай, жақсы ма? Сәлем. Қалай ішіндер, амансыздар? Намазға келмек, дәрет алып аласыздар. Дәрет, тоқта. Дәрет алмай тұра тұрыңдар. Неменеге? Қаз жаңа не шығып атыр? Не шығып атыр? Жаңа дәретке қатысты нелер. Не шығып атыр, түсінбедім. Не болды Молдеке? Тыныштық па? Аузында не жетсің бар сен? Енді о жерде тісім санап тұрайын ба Молдеке? Размер неше аяғың? 40 қой, 40. 40. 40-қа 100, 130 деді, 132. Не отыр Молдеке? Айтыңызшы, не жатқан жоқ? Тыныштық па, не жетті? Жарайды, ала бер, дәрет, ала бер. Артынан общий есептей салармыз, көрсін. Ала бер, дәрет, ала бер. Не есептеймін дейді? Түсінбедім бе Молдеке? Не бар? Қалай айтасың бұлар? 4 ай боп, не істің? Ау! Іштен, ала бер. Ай, Құдай, ай. Ай, баламай, мұна не істеп тұрсың? Ана сағатым шешіп тұрғам ғой. Ай, сағатын шешіп тұрсаң, суды өшіріп қоймайсың. Не үшін? Су сорғаламаса сағатын шешілмей ма? Жоқ, шешіледі, просто дәретке дайындалып тұрғам ғой. Рахым, сен дәретке дайындалам деген же мұна су сорғалап, бір адамның қосыла алатын су кетті ғой. Ренжімеңіз Молдеке. Шырағым, кіргеннен кейін бірінші, сағатыңды шеш, жеңіңді тұр. Шылығыңды шеш, балағыңды тұр, содан кейін бар судашсаңдар. Кіре сала бірінші судашасыңдар. Одан кейін жеңдеріңді тұрып телефонмен сөйлесіп тұрасыңдар, шырақтарым. Судың да сұрауы бар ғой. Сұрап жатыр ғой. Іштен ала бер. 4 ай боп дейді төл. Ау! Іштен дәрет, ала бер. Молдеке, не болған не? Халі, аяқ көтеріп берді. Болды, Молдеке. Аяқтарын аш. Болды. Хан, мына жақтың бар суы бар. Көтеріп тұрайын, смело жуа берсінші, смело. Ой, аттай жастар ай. Әкеңіз мен жуам деп айтама десем. Смело деп отыр. Ой, атта. Молдеке. Швабрам беріңші. Жоқ, шырағым. Дәретіңді ала бер, ашын айып жатырым ғой, өзім жуам. Ай, Молдеке, швабрам беріңші. Өзім жуам, шырағым, ала бер дәретіңді, шырағым. Ай, Молдеке, беріңші дейм енді. Ай, қоймадың ау, шырағым. Ай, көп жасағыр, ай, көп жасағыр. Рахмет, шырағым, түсінгеніңе рахмет. Ренжіме, шырағым, Жоқ, Молдеке. Әлгіні уборшынсы жалдап жудыра салуға болады. Кішенен қайызданам. Кімнен? Мұсылмандардың артын уборшынсы тазылайды екен дегенге. Неге? Енді мұсылман деген сөздің өзі таза дегенге сайып келеді ғой, шырағым ау.
Son bildirtpey özüm juup koyup жүргем. Рахмет, түсінгенің. Болды. Ой, Молдеке, елмай. негізі мынау специально кафельге арналған өзінің швабралары болады. Мынандай, басында резина болады оның, мынандай тряпка болмайды. Қайдан білем, арзан болғаннан кейін ала салғанға ақшам. Жоқ, енді сіз мынамен жуып жүрсіз ғой, ары бері біреудің үстіне шашылады, өзінің үстіне шашылады. Бұны былай істесеңізші, хотя бы осымен болса. Мына суды көрдіңіз ғой, суды алдыңыз, апардыңыз, ағыз жібердіңіз ана жерге қарай. Қайтып тез келесіз да, қайтып апарасыз да, ағыз жібересіз мына. Көрдіңіз ба, судың бәрі кетіп жатыр. Қалай? Көріңізші. Болды ма? Көрсеттім ғой жаңа, мен істеген сияқты істейікші екен. Бір. Жаңа мен сияқты қалай істеу керек екен. Мен өзім істеймін ба? Иә. Отырып үлгермедім ғой. Аха. Бұлай ма? Иә, тура солай. Суды алдыңыз, кеттіңіз ара. Бұлай ма? Жылдам. Міне. Міне. Бұрынғыдан да қиын болып қалды ғымнан. Қайтып келіңіз. Қайтып барам ба? Қайтып келіңіз, суды тез апарып төгір. Ой, мен не деген әурешілік болды мынау міне. Білгеніңмен бөлісу керек дейді, қарасаңызшы. Ой, жирам. Рахмет. Қазіргі жастар ақылды өзім. Міне. Ой, мұнан қара міне. Ой. 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 Не істейін балам, ескі ашайын ба далан несің? Бұлай қарай шашасын ба? Бұш деп бұлай қарай шашсаш. Неге? Егінге қарай шашсаш суының бәрін. Не болды сонша ашулан? Қолың бетіңе ренжіп қалған ба сонша ұрасың деп? Болды. Ренжімеңіз ана, буф деп жуынсаң кішкене ұйқың ашылып, бодрый болып қаласың да. Ой, Аллай. Сендер бодрый болам дегенше, мен старый болатын болдым ғой. Ой, Алла. Мұнаның бар бір адамның бетінен шыққан десең, сенбейді ғой енді. Не деген бет мынау? Атыңды да бекер сырым бет деп қоймаған екен сен. Шелек қайдайын мұнан? Шелегі қайда кет? Досым, ана шынтағын дұрыстап жүрсеші? Қалай жусой? Ой, сен шынтаққа дейін жуып атсың ғой? Дұрыс емес ол. Шынтақтан кейін жуып. Бастама шынтаққа дейін жуылады. Ой, шынтақтан кейін жуат. Шынтаққа дейін жуылады. Ой, шынтақтан, міне, алдың шынтақтан кейін жуат. Шынтаққа дейін жуылады. Шынтақтан кейін жуат. Ой, ютубың дұрыс емес, шынтақтан кейін жуат. Ой, шынтақтарың сендердің. Суды өшіріп қоймайсыңдар ма? Екеуің тұрсыңдар шынтақ деп. Анау ғой молдеге мен шынтаққа дейін дейсем, шынтақтан кейін ғой, молдеге айтсаң шынтақтан кейін ғой. Шынтаққа дейін жуылады деп айтсаң, көмейді шынтаққа дейін жуылады. Молдеге айтың шынтаққа дейін жуылады. Шынтақ тақылдақ баған тек. Маған десе иығыңа дейін жу. Ақшасын төледі, тазикке су толтырып жат. 4 ай болып төленбеген. Айналайын, екеуің тұрсыңдар шынтақ деп тақылдақ. Білмесең, білім иесінен сұра дейді. Келіп бірау сұрай салмайсыңдар. Сұрауға бетің бармаса, міне жазып қойды ғой. Дәрет алу үлгісі деп тұр ғой шырағым. Қарай салсаңдар қайда. Тұр ғой. Қайдасыңдар? Тәтелер. Замуж не хочет, главное карьера деп тұр ғой. Мынау қайсы? Медресенің шәкірттері емес па? Медресенің шәкірттер таң атпай тұратын, шаңқай түсте тұрған ғой. Жамағат шығар, жамағат. Адам жарайсыз алды. Ой! Басын жұлып алам ба кем? Молдеге, мен жаңа буф деген түк болмай қалды ғымнан қасын. Мұнау жылап жуына ма бірдеңе бол. Шырағым, мұнау суың не болды, шырағым? Жо, су ағып тұр ғой дейм, өшін. Шаң қобызбен жуып атсың ба, шырағым?
Суды өшіріп қоймайсың ба деймін жуып жатқанда. Қаш түкіреді қашымда. Не болды? Шуғыз болды. Мынау тошын жамағат емесе. Жолаушы ғой деймін. Жолда жүрген жолаушы ғой. Мүмкін. Алыс жолдан келіп, қашап кеп, жуынып, шайынып, мешітке кір бір демал болайын деген ғой. Мүмкін, дұрыс. Құдай көкше сағырай. Жолаушылардың дұғасы қабыл. Батасын ап қалу керек. Алып қалайық. Дұғасын алып қалайық. Батасын ап қалу. Аумин. Алыста жүрсің ба? Ой, бейм. Бата болмайды ғой деймін. Атмена молдеке, дұға атмена. Сапарда жүрсің ба балам? Давай, да, сойска. Дейді шықты сол. Ағына бұлта жүрген мағана. Қай тіл болды сомен? Шаңғобыздың тілі ғой деймін. Азанға дейін таксовать еткем деймін. Шырамау жол деген өз машақаты бар ғой. Тайғақ страшно. Ой, жол деген өз машақаты бар. Жолда жүру оңай емес, шырам. Жолда жүру оңай емес, шырам. Алыстан сапардан қайда жатсың ба? Жоқ, мына үй тұрам ғой, көршімін ғой. Бір жуынып алуға келгем ғой. Үйде су жоқ па? Бар ғой, просто счетчик айналады да үйде. Мына общак қой. Мешіт қой, көпшілік оны. Мына жерде де 4 ай бопты айналып жатыр. Оны өзін төлейтін адамдар бар шығар. Мешіт енді көпшілік Көке. Көке. Берге бер. Спокойно кетіп баратсың. Молда екен саған адам ұқсап әңгіме айтып жатыр ғой. Ма айтып отырсың ба? Саған айтып жатырмын. Молда екен саған әңгіме айтып жатыр. Не теріс қарап кетіп баратсың? Не болды? Молда екен саған адам ұқсап әңгіме айтып жатыр ғой. Не теріс қарап кетіп баратсың деп. Не болды? Не болды дейді? Не болды? Оны ішітсің, мен әңгіме айтпай қойшы маған бауырым, хорошо? Мен әңгіме айтып тұрған жоқпын. Молда екен саған адам ұқсап айтып жатыр. Бұл мешіт. Сенікі ма не мешіт? Қалай сенікі? Мешіт сенікі ма? Қалай сенікі ма? Айтшы кімдікі? Сенікі ма не? Мешіт кімдікі айтшы ма? Сенікі ма не? Мешіт кімдікі айтшы? Қалай кімдікі? Мешіт кімдікі айтшы? Мешіт кімдікі? Мешіт кімдікі? Мешіт кімдікі? Молда екен? Мешіт кімдікі? Мен қатысым жоқ, кетіп баратырмын мен. Былай тұр. Отыз екі. Мешіт Алланыкі. Алланың үйі. Жұмыр басты пендеге жер бетінде берген, жалынып жалбарының үшін берген үйі. Мешіт деген сөз шырағым-ау, маңдайды сәждеге қоятын жер деген сөз. Құранда Алла айтады, сендердің Аллаға ең жақын кездерің маңдайларын сәждеге тиген кезде дейді. Жүрегінде зәреде иманы бар пендеген, жалынып жалбарынып жоқ жітігін сұрап, шүкірлік етіп мінәжат қылатын бұл мешіт шырағым. Мен сізге сәждеде бірдеңе деп жатырмын ба? Мешітке де кіріп атқан жоқпын ба молда екен? Жоқ, енді мешітке кірмес бұрын дәретханаға Мен дәретті алған жоқпын, мен просто тісімді жудым ғой молда екен. Жарай, жуа ғой, бірақ мынау... Жоқ, мен сәл ғана битіне тісімді жудым ғой молда молда. Сол жуып жатқан су деген... Енді кішкене жудым ғой молда екен тісім. Тек сырап болма. Жумай-ақ қояйын болды. Жумай бұдан кейін. Вообще тісімді жумайын мен. Енді бүгіннен бастап тісімді жумайын мен. Сасып жүрем осылайша. Бірақ әйелім неге жумайсың? Неге десе, сіз кінәлі боласыз. Мен бүгіннен бастап тісімді жумайын. И вообще жуынбайын мен. Енді мен жуынбайын молдеке. Сіз кінәлісіз. Мен жуынбайын. Вообще жуынбайын. Аяқ астынан мен күнәлі болып қалдым ғой. Мешіттің проблемасы аз еді.
Енді осының аузын уайымдап жүретін болдым ғой. Аузын жуды ма, жумады ма? Әйелімен қырылып қалмады ма екен деп. Мән бермеңіз, Молдеке. Бұл енді бір депрессиякта жүрген біреу шығар. Ай, қандай преснякта жүрсе де шырағым ау. Прессияк емес, депрессия ғой енді. Мына өмір өлшеулі ғой. Қарақтарым ау. Өлшеулі өмірдің сұрауы бар. Сұрауы бардың жауап беруі бар шырақ. Судың да сұрауы бар дейді атам қазақ. Ысырап қылмау керек қой енді. Молдеке, анаң точно ысырап қой. Үй мына жерде тұр, кеп мына жерге жуынады. Біз әйтеуір келсек, мешітке келеміз, намаз, біздің дәретімізде ысырап болмайды ғой. Иә? Болады. Дәрет қой енді Молдеке. Дәретте де ысырап болады шырақ. Қойшы. Тіпті ағып жатқан өзеннен дәрет алып жатсаң да, суда ысырап бар деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Шырақтарым ау, жаратқанға жағам десең, жарты құман суда жеткілікті ғой. Ниеттерің дұрыс болса болған. Ай, көп жасағандар ай. Ай, көп жасағандар ай. Досым, негізі бар ғой, Молдеке дұрыс айтады. Молдалар постоянно дұрыс айтады ғой бұлайда негізі. Енді сенікі дұрыс па, анау не сонша бетіңді бүкіл суды шаштың ғой. Дегенге қарағанда нормально ғой менде. Жоқ, жарайды, сен үйде тура өсіп жуынасың ба? Үйде уақыт жоқ қой жуынатын. Шуды ашасында пш еткізесің де кете бересің ғой. Вот, мәселе ода емес, мәселе ол сенің үйің. Артыңнан тазалайды, әйелің, қызың тазалайды. А бұл Алланың үйі деп тұр. Мұсылман адам таза, астында біраз нәрсе жатыр деп айтып тұр ғой. Көрдің ба, Молдеке? Не болды? Сен маған уағыз айтпай қоясың ау? Сен шынтағын до конца жуып алсай бірінші. Білгенмен бөлісу керек дейді ғой. Сен Молдекең айтса түсінем, сен айтпай қойшы. Молдекеңнің бар ғой, саған бір қасиетін айтайын. Молдекең мына жердің дәрет ағанын көргесің ба? Жоқ, көрмедім мен. Тек құманмен алады ғой. Не, үнемі мына жерде? Жоқ, мына жердің дәрет алмайды. Адамдар сыртта жаурап отырса да, далада құманмен дәрет алып отырады. Соған қарағанда ойлаймын да, құманмен дәрет алғанның өзінің бір кайфы бар ау деймін деп. Мүмкін, шынымен. Қарасай, қазір құманмен алып отыр ғой. Көрдің ба? Ой, дәрет алсын қарасың. Вандам құсап әкетіп отыр ғой, бүйтіп кәдімгідей. Жарайды. Так, аяқ қалды ма? Не? Аяқ қалды. Аяғымыз жуып. Крикті. Су жоқ. Тоқтап қалды ма не? Тоқтап қалды. Бағанан бері айтты ғой, 4 ай төленбеген. Бағанан бері жуып алу керек, анда шаш, мында шаш жүрдік. Әмін келеді. Сұмырай келсе су құрайды. Саламатсыздар ма? Сыпайы болып қапты ғой. Су қайда? Су жоқ. Ашсайшы ба? Жоқ деймін. Бауырым, ашасаршы. Жоқ. Су жоқ. Мен сабырмен айтып тұрмын саған. Су. Ашасаршы. Ысырап қылмайым. Тісімді жумайым. Не істейсің? Айтшы. Машина жуам. Көке, Молдеке бағанан бері не айтып отыр? 4 ай болған төленбегенді өшіріп тастады. Сонда машина жуу ысырап емес пе сонда? Саған су керек пе қатты? 4 айдың ақшасын төле. Бочкамен кеп аш, сен айналайын, түсіндің ба? Сендер екеуің осы жерде намаз оқушысыңдар ма? Конечно. Осы дәретханадан дәрет аласыздар ма? Иә. Жұмаға келесіздер. Конечно. Андай жамағатсыздар ма? Почти. Төлемейсіңдер ма енді? Сен жай ма? Төлемейсіңдер жамағат бола тұра, айтшы. Офис алсаң арендасын төлейсің ба? Тойға барсаң той анаңмен барасың ба? Мешіттің мүлігін пайдаланса төлесеңдерші. Неге мына сендер үшін мен қиналуым керек, айтшы маған, Сен не үшін біз үшін қиналып тұрсың? Не болды, Досым, берге қатынып тұршы. Неге қатты тұрсай? Неге қатты қиналып тұрсың? Неме қиналып тұрсың сен?
тоғыз тісіңмен әңгіме айтпашы маған бауырым, хорошо? Сүйіндірген не болды бүгін тіске қадалып кәдімгі? Не болды? Әңгіме бар ма? Қан не Не болды? тема айтшы маған. Дәрет па? Не туралы? Парыз ба? Неке ма? Мәкір ма? Не туралы тема бар айтшы маған, қозғайық, давай. Сен оны қайдан білесің? Таңертең күндіз, кешке күндіз 5 уақыт уағыз естіп отырсаң көрерім сені. Төлеңдер мешіттің күлкін пайдаланған. Ұят емес па болды екеннен? Базар жоқ айтып қалдым. Молдеке келеді, Молдеке. Молдеке кешірім сұраймын, біз жаңа аяқ жуамай қалғанбыз ғой, сол су тоқтап қалды да, соны не істейміз деп сұрап. Тобықтан кешпедің ба бауырым? Молдеке. 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 Молдеке бәрі дұрыс па? Тыныштық па? Молдеке не болды? Түріңіз бозарып кетті ғой. Біреу ренжітті ма Молдеке? Ауырып тұрсыз ба? Жуынбайым дегенде ренжіп қалған жоқсыз жоқ, ойнамай отырмын ғой, Молдеке. Отырыңызшы, Молдеке. Отырсаңшы, тыныштық па? Не болды? Ауырып қалдыңыз ба немене? Жаңа нормально кетіп едіңіз ғой, Молдеке, тыныштық па? Дәрет алып келе жатырмын. Дәрет? Досым, Молдекең бар ғой, всегда дәрет алғаннан кейін өңі қашып түрі бозарып кетеді. Құманмен аласы өзіңізді төмен қарап алғанда давлениеңіз түсіп кететін шығар ғой. Алмай-ақ қойыңыз сол дәретті. Имам ғой. Молдеке? Скорый шақырамыз, Молдеке. Скорый. Болмаса апарып тастайын, бар ғой машина, теңгесін келсек. Молдеке, адамды қорқытпаңшы, Молдеке. Ауруханаға алып барайық па, Молдеке? Айтыңызшы. Ауырып тұрсыз ба? Жоқ, шырағым. Не болды енді? Қазір Алланың алдына шығам ғой. Намазда тұрам, шырағым. Жаратқанның алдына шығарда, оның бар құдірет күшімен мейір махаббатын еске алып отырып, намазға деген дайындықты дәреттен бастаймын. Содан шығар, өңімнің қашып, жүзімнің бозарып кетеді. Намаз бұл жұмақтың кілті. Ал дәрет намаздың кілті, шырағым. Дәрет алған пенденің Алла Тағала бар күнәсін кешіреді екен. Саусақтарынан тамып түскен әрбір тамшымен күнәлары кешіріліп, тіпті тырнағынан тамып түскен соңғы тамшымен күнәсінің барлығы жуып шайылады дейді. Сондықтан міне қолдарымды жуарда, ей жаратқан ием, қолдарымен жасаған күнәларым болса, өзің жуып шайшы деймін. Жүздеріммен қараған күнәларым болса, өзің күнәларымды кешіре көріш деп отырып, жүздерімді жуам. Аяғыммен адымдап басқан күнәларым болса, өзің кешіре көріш деп отырып, аяқтарымды жуам. Содан да болар, өңімнің қашып, жүздерімнің бозарып кететін. Білесің бе, балам, жай ғана мынау дәрет алған аяқ қолдарыңмен жүздеріңді адамзаттың асылы болған пайғамбар, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, қияметте таниды екен. Жай ғана мына қолдарыңды дәрет алған таниды екен. Бірде сахабалармен отқанда бауырларымды сағындым деп көзіне жас алып жылайды. Айналасындағылар, я Расулалла, біз қасыңда отырмыз ғой, жаныңда жүрміз ғой дегенде, жоқ. Сендер менің сахабаларымсыңдар. Менің бауырларым мен дүниеден өткеннен кейін келеді. Мені көрмей тұрып маған иман келтіреді. Мен туралы ақ қағазда жазғанға сенеді. Соңымнан ереді дейді. Сол бауырларымды сағындым. Сонда бәрі
Я Расулалла, сен өмірде көрмеген жандарды қияметте қалай таныйсың? Пайғамбар болса, айтыңдаршы, егер бір адамның маңдайы қасқа, төрт аяғы ақ жалғыз жылқысы болса, бір үйір қара жылқының ішінен жалғыз қасқасын таныр ма еді дегенде, бірінен кейін бірі алыстан таниды ғой. Алыстан таниды ғой дегенде пайғамбарымыз. Мен де дәрет алған үмметімнің аяқ қолдары мен жүздері нұр шашып тұрады. Сол нұрларынан алыстан танимын. Алыстан танимын. Жұмаққа бірінші болып кіремін де, хауыздың басында сол үмметтерімді асыға күтемін дейді. Жай ғана дәрет алған қолдарың адамзаттың асылының тануына себеп болса, онда сенің дәретің қандай болмақ? Ол дәреттен кейінгі намазың қандай деңгейде болмақ? Шырақтарым, әрбір амалымыз адамзаттың асылының тануына себеп болсын. Одан кейін де шығар, өңімнің қашып, жүздерімнің бозарып кететін. Алла, намаз. Жаратқан ем, бір бейбақ құлың алдыңа шыққалы тұр. Күнәларымды кешіре көр. Күнәларымды кешіре көр. Басқа жер іздеу керек болды. Ұят қылмадан кейін. Ауыр. Досым, былай қылайықшы. Молдекеңді ешкімге жалындырмай, мешіттің суыма, несі бәрін осы екеуміз-ақ төлей салайықшы. Жартысын мен төлейін, жартысын сен төле. Мынандай уағыздан кейін төлемесе ұят болатын жер енді. Досым, намазы не істейміз? Намазы не қыласың, сен бірінші дәретті не істейміз? Дәрет әлі до конца болған жоқпыз ғой. Мына ішінде су бар ма екен, Жаңа молда уағыз болып кет. Мен ойланып жүрмін. Тез алып алдым, намаз басталды. Тез, суды қайдан алдың? Церковьтен әкетіп қалғансың ғой. Церковьтен ба? Жүн алма. Жыламасын ешбір жүрек бұл дүниеде, жаныңа күй сыйла бақыт уайым берме. Құдайым бер жалын сезім жалғыз жүректерге, мұңайған сәттерде жардан биік құлатпасын, жаратқаным жылатпасын ешкімді. Өткінші өмір бұлғамасын, өкінішпен ұрламасын бес күнде. Әр ісіңе сұраласын, өмір қатты сынамасын төзімде. Жалған фәни алдамасын, құр дүние байламасын көзіңде. Дүниенің бір жауын әр ақтаңа
жалын сезім жалғыз жүректерге қиналған сәттерде жардан биік құлатпасын жаратқаным жылатпасын ешкімді өткінші өмір былғамасын өкінішпен нұрламасын бес күнде бәрісіңе зор аласың өмір қатты сынамасын төзімді жалған фәни алдамасын құр дүние байламасын көзіңді жерден биік құлатпасын жаратқаным жылатпасын ешкімді өткінші өмір былғамасын өкінішпен ұрламасын бес күнде Дұғалар қабыл болатын мекен, жан тыныштық табатын жер. Хикмет Travel компаниясы сіздерді қасиетті Мекке мен Медине қалаларына қажылық өтуге шақырады. Еліміздегі нөмірі 1 қажылық компаниясы, 16 жылдық тәжірибе, 60 мыңнан аса бақытты қажы, миллиондаған сауап, санын жетпес қабыл болған дұға. Ең ыңғайлы ұсыныспен құлшылық еткіңіз келсе, 22-11 нөміріне хабарласыңыз. Хикмет Travel компаниясы әр қажыға қызмет көрсетуге дайын.